Сәлем, қымбатты досым. Бүгінгі медитация аудио практикасына қош келдің. Және де сені көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі медитация стресс пен мазасыздықты жоюға арналған медитация. Және ішкі тыныштықты қалпына келтірудің өте тиімді құрал медитация болуы мүмкін. Міне, осындай медитацияны орындауға арналған қадамдық нұсқауларды сіздерге ұсынуға дайынмын. Ең алдымен ыңғайлы күйде отырыңыз. Орындыққа, еденге немесе жастыққа отыруға болады. Көзіңізді жұмып демалу үшін бірнеше терең тыныс алыңыз. Тыныс алуыңызға назар аударыңыз. Ауаның мұрныңызға кіріп шыққанын сезініңіз. Тыныс алуды бақылауға тырыспаңыз, тек оны бақылау процесін сезініңіз. Жиіліңіз туралы хабардар болу. Енді сіздің денеңіздің қай бөліктері жиіленіскенін біліңіз. Бұл иық, жақ, асқазан немесе басқа аймақтар болуы мүмкін. Өзіңізге бұл жиіленісті үкімсіз сезіну мүмкіндік беріңіз. Тек оны қабылдай біліңіз. Жиіленісті жеңілдету. Дем шығарған сайын, әр дем алғанда тыныштыққа дем алып жатқаныңызды және әр дем шығару кезінде шиеленіс пен мазасыздықты босатып жатқанын елестетіңіз. Әрбір дем шығару кезінде шиеленіс қалай жойылатынын және әрбір ингаляцияда жеңілдік пен тыныштық сезімін сезініңіз. Визуализация. Аспанда баяу бұлттар ұшып бара жатқанын елестетіп көріңізші. Сізге тыныштық әкелетін нәрсенің бейнесін елестетіңіз. Бұл орман болуы мүмкін, теңіз немесе өте әдемі үлкен тау болуы мүмкін. Яғни кез келген басқа жайлы бейбіт пейзажы болуы мүмкін. Позитивті аффирмациялар. Осы сөздерді менімен бірге іштей қайталаңыз. Мен стресс пен алаңдаушылық тудыратын барлық нәрселерден бас тартам. Менің ақыл ойым денем мен тыныштықпен үйлесімділік табады. Мен өз ішінде күш пен тыныштық табамын. Медитацияны аяқтау. Жаттығуды аяқтауға дайын сезінген кезде көзіңізді баяу ашыңыз. Медитациядан кейін денеңіз бен ақыл ойыңызды қалай сезінетінін біліп, бірнеше терең тыныс алыңыз. Ішкі тыныштық сәтінен ризашылық білдіру үшін бірнеше минут бөліңіз. Шиеленіс пен стрессті жақсырақ басқару үшін бұл медитацияны жүйелі түрде орындаңыз. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, видео лайк басуды ұмытпайық достар. Және де комментарияға қандай видеолар көп шыққанын қалайсыз, қандай видеоны тыңдағыларыңыз келеді, соны жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар.